Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін бауырдан жасалатын керемет түскі ас немесе кешкі ас жасаудың рецептісімен бөлісемін сізбен. Өте жылдам дайын болады және оңай. Бұл тағамды дайындау үшін мен ең алдымен бауырдың сыртындағы осындай қабыршағын алып тастаймын да, сосын майда етіп, көбік етіп тураймын. Көбікте осылай турап аламын. Қыздар, видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, видеом ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Бауырды осылай турап аламын майдалап, сосын көкөністерімді, көкпияз, ақпияз, чеснок бәрін турап дайындап аламын. Қызып тұрған табаға кішкене май құйып жіберіп, ең алдымен бауырды қуырып аламын. Осылай қуырып аламын да, сосын көкөністерімді, пиязды, чеснокты бәрін бірге сала саламын. Дәмдеуіш, тұз, қарабұрыш және мендегі бауырдан жасалған тағамға арналған дәмдеуіш бар тұғын, сол дәмдеуіштен қостым. Мінекей осылай шамамен 1-5 минуттай бұқтырып, қақпағын жауып пісіріп аламын бауырды. Сосын 2 жұмыртқаға шамамен где-то 20 граммдай сүтті қосып дайындап аламын да. Енді лавашты мен пирогтың ыдысына осылай төседім. Негізі кез келген противинге лаваш төсеп осылай жасасаңыз болады. Ішіне бауырдың жартысын саламын. Сосын жаңағы дайындап алған жұмыртқаға лавашты батырып алып, ортасына салып, оның үстіне тағы да бауырды қосамын да, бетін жауып, духовкада 220 градуста шамамен 15-20 минут духовкада ұстаймын. Осылай бетіне жаңағы жұмыртқаны жағып жіберемін. Мінекей тамағым дайын болды. Өте керемет, өте жылдам дайын болатын тамақ. Осылай менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Осы тағамды менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Негізі қыздар, лаваштан көп нәрсе жасауға болады. Мен алдағы рецепттерімде көрсететін боламын сіздерге. Сау саламатта болыңыз.